Достар, Иван Чаббактың актерлық техникасындағы 12 қадамы жайында бүгіннен бастап сіздерге түсіндіретін болам. Соның ең біріншісі жоғарғы мақсат, яғни сверхзадача. Қараймыз. Жалпы достар, сверхзадача дегеніміз кейіпкердің бүкіл шығарма бойындағы ең басты арманы, ең басты мақсаты. Барлық әрекеті сол мақсатқа жетуге бағытталады. Жай ғана қарапайым мысалдар келтірейін. Ромеоның арманы Джульеттамен бірге болу. Гамлеттің басты мақсаты әкесінің кегін қайтарып, әділдікті орнату. Жарайды, актердің арманы үлкен сахнаға шығып, өзін көрсету. Мінекей осы. Достар, бір нәрсені ұмытпаған дұрыс. Мысалы, кейіпкердің әр сахнада мақсаты өзгеруі мүмкін. Қазір мысал келтіремін. Бір жігіттің сверхзадачасы сол қызбен өмір бойы бірге болу болса, ол бірінші сахнада онымен танысады, екінші сахнада ренжісе онымен татуласады, ал үшінші сахнада оған сезімін білдіреді. Осының барлығы бірақ мақсатқа қызмет етеді. Ол бізде сверхзадача. Сверхзадачамыз сол қызбен өмір бойы бірге болу. Міне, вуаля. Достар, бүгін Иван Чаббактың сверхзадачасы жайында сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ал келесі сабақта сахналық мақсат, яғни сценическая задача жайында сіздерге түсіндіретін болам. Ал бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып қолдап кетсеңіздер болады.